Сәлем достар, арест шешу өте оңай, өз арестіңізді өзіңіз шеше аласыз. Арест шешу кезектілігін барлығын сіздерге түсіндіріп өтетін боламын. Алдымен менің осы видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз және колокольчикті басуды ұмытып кетпеңіз. Себебі осы арест шешу туралы видеоларды мен көп шығарамын. Ең алдымен реестр должников сайтына тіркеліп аламыз. Ол үшін Google-ға реестр должников деп жазсаңыз, бірінші шыққанына кіресіз. Иін деп тұрған жерге иініңізді жазып, найти десеңіз, осылай астына барлық аресттеріңіз шығады. Яғни кук жазу болып тұрады, атыңыз, соны бассаңыз осылай ашылады. Бұл жерде қандай организация, қандай коллекторский агентство ма, инфо ма, или же сот орындаушысының данныйлары және қанша сумма қарыз екеніңіз барлығы сол жерде тұрады. Енді біз не істейміз? Нотариальная палата деп тұрса, сіз аша аласыз оны. Енді біз сайтқа тіркелуіміз керек. Вход дегенді бассақ, жоғарысында тұрған кабинет сторон деген таңдаймыз. Және регистрация дегенді басамыз. Басқаннан кейін мына жерде ознакомлено деп кнопканы басып, өзіміздің ЭЦП кілтімізді таңдап, жаңағыдай паролін теріп, подпись қоямыз. Кіргеннен кейін мына жерде біздің данныйымыз, аты жөніміз тұрады. Астына тек адресімізді, телефон номерімізді және электронный почта адресімізді жазуымыз керек. Дұрыс, жұмыс жасап тұрған почта жазу керек, себебі почта ссылка келеді. Сол ссылканы басып активациядан өтуіміз керек болады. Бәрін толтырғаннан подтвердить деп ЭЦП-міздің паролін теріп, РСА кілтін таңдап, паролін теріп, вход жасаймыз. Міне активациялық ссылка кетті деп шығып тұр бізге. Почтадан сол ссылканы басқан кезде өзі автоматически тіркелінеді және вход деп қайтадан сайтқа ЭЦП кілтті таңдап, уже кіре береміз. Кіргеннен кейін исполнительное производство деген бар, соны басамыз. Мына жерде дата возбуждения деп тұр ғой, осы жерге қай уақытта арест қойылды, сол уақыт аралықты таңдап, найти деп, поиск деп басамыз. Астына біздің аресттеріміз түгел шығады. Сол жерде мына цифрмен көк болып тұрғанды басып, өзіңізге керек аресттің астына қарай осылай төмен қарай түсірсек, документтер шығады. Документ немесе адамның аты тұрады. Сол документті жүктесеңіз де болады, немесе адамның аты кейінде тұрады кейде. Сол екеуінде жүктеп қарайсыз ғой, осылай исполнительный надпись деп тұру керек үстінде. Бұл енді сізге арест қойылу үшін шыққан атқару парағы болып табылады. Бұл атқару парағы қалай шықты? Бұны сіз қарыз болған организация нотариуске өтініш қалдырады. Сол нотариус атқару парағын жасап дайындап, сот орындаушысына жібереді. Ал сот орындаушысы сіздің бүкіл счеттарыңызға арест қояды. Бұны қалай шешеміз? Осы исполнительный надписке возражение жазып, нотариустың почтасына жібереміз. Өзіміздің удостоверениеміздің алды артын PDF форматта тоже жібереміз. Ол кісіден 5 күн жұмыс күннің ішінде отмена исполнительный надписи деген документ келеді. Оны уже өзіміздің сот орындаушысымызға жібереміз. Ол бүкіл аресті шешеді. Бұл қағаздардың барлығын қайдан аламыз дейтін болсаңыздар, онда WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мен өзімнің жеке арест шешу деген курсым бар. Соған тіркеліп, барлық ақпараттарды алып, өз арестіңізді өзіңіз шеше аласыз. Менің видеома лайк басуды ұмытпаңыздар, YouTube каналыма тіркеліңіздер және колокольчикті басыңыздар. Тағы да арест шешу туралы ақпараттар осы каналға шығарып отыратын боламын. Өзімнің WhatsApp номерімді астына ссылка қалдырып кетемін. Тікелей WhatsApp-ыма шықсаңыздар болады.